Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? People's Book 33-ші бет. Exercise 1. Complete then match. Толықтырамыз, одан кейін суреттермен сәйкестендіреміз, я? Яғни бұл бетте бізге осындай грамматика берілген. Дәл осы шақ, present continuous, affirmative, болымды сөйлем. Оны қалай жасаймыз? I-ға am жалғаймыз, одан кейін етістікке ing жалғаймыз. You are, және етістікке ing, he, she, it-ға is, одан кейін етістікке ing, we are ing, they are playing. Осылай жасаймыз. Play, playing, but. Еге етістікке ing жалғау арқылы және алдында to be-ді am is are қою арқылы біз present continuous формасын жасаймыз. Енді мына жерде мән беріп кету керек, but дейді, бірақ дейді. Егер етістік бізде i әрпіне бітсе, i әрпі өшіп қалып, одан кейін ing қосылады. Ал егерде бір буынды сөздерде көбінесе әріптері екіленіп кетеді, яғни skipping екіленіп кетті. Ал енді мына бірінші атуыда толықтырайық. It's raining бірінші берілген, бұл i, суреті. Екі, I'm swimming, мен жүзіп жатырмын, бұл бізде be суреті болады. She is dancing, бұл бізде a суреті болады. He is climbing, бұл бізде C суреті болады. Және they are jogging, бұл бізде D суреті болады екен. Келесі, look, read and choose. Қараймыз, мына суреттегі, балалардың не істеп жатқанына оқимыз және дұрыс жауапты таңдайды екенбіз. Rollo is flying, Rollo ұшып жатыр дейді. Chico бұл it. Chico is жүгіріп жатыр ма, секіріп жатыр ма? Ол секіріп жатыр, сондықтан jumping таңдаймыз. Elsa and Tara, Elsa мен Tara не істеп жатыр? Ән айтып жатыр, яғни singing болады. Carlos, мына бала, ол puzzle жинап отыр. Doing a jigsaw puzzle. Келесі, Cody, мына бала, Cody is drawing, сурет салып жатыр. Енді тура солай астында тапсырма talk with your friend дейді, досыңмен сөйлес. Досыңыз сізге бір мына суреттегі біреуді айтады, сіз айтуыңыз керек. He's flying, немесе he's jumping, they are singing деген сияқты сөйлем айтуыңыз керек екен. Осымен бұл беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Сау болыңыздар.